Бәріне сәлем достар, бүгін видео қош келдіңдер. Сіздерге мен Рамазан, менің қасымда Астер Про. Бүгін біздер Радмирдің 3-ші серверінде ойнауды жалғастыратын боламыз. Короче, біздер Радмирден жаңа обновление болды. Астер екеуміз жаңадан шыққан машиналарға обзор түсіріп көрсек па деген ойымыз бар енді. Короче, что там Астер қалай жасаған машиналар новыйдан? Дерзкий, мынау ұнап тұр маған. Ең жесткий машина осы ғой обновлениедағы. Мынау пропуск машинасы ма или обычный автосалондарда сата бере ма? Жоқ, бұл Battle Pass-дікі, но бұны кейстан сұра алмайсың. Сен бұл автокөлікті алу үшін 5000-ші уровеньға жетуің керексің, короче. Мынандай вообще аз болады серверде. Негізі достар, былай қарап отырсаңдар, қараңдар. Андай Bugatti Mistralға сәл-пәл ұқсайды, бірақ короче, как будто бір Ferrari мен Bugatti-дің бір баласы сияқты бір. Сондай сияқты. Гимера бар ғой? Оған да ұқсайды. Осы екеуі бір марка ғой, Kionix. Ал Джеска түрі соның. Короче, достар, общем, мына көліктердің бәріне бүгін біздер обзор істейтін боламыз. Біздер Радмирден жаңадан обновление шықты, жаңадан киімдер, жаңадан лутбокс, анау, мынау, общем, короче, бәрі мощный болды ғой. Міндетті түрде видеолар болса отпаңдар, каналға тіркеліңдер, подписаться кнопкасын басып, біздер болса видеоны бастаймыз. Так, достар, давайте біздер алдымен боевой пропустан бастайтын боламыз. Бүгін ашпаймыз, бүгін тек қана көреміз, ішінде не машиналар бар екенін көреміз. Так, бізде мінекей Land Cruiser 100, одан кейін гелик 4x4 новый гелик мінекей неқта тұр олар. Одан кейін андай машина бар, Jeep Cherokee, андай 4x4 сияқты как будто тоже. Одан кейін бізде мінекей одан кейін 3 спорткар қосқан. Одан кейін мінекей бізде 3 легендарный спорткар қосқан. Общем, осыларды скоро бұйырса ұтуға тырысатын боламыз. Ал пока что тест-драйв жасап көрейік. И сіздер жазып кетіңіздер комментария, қай машина сіздерге ұнады и қай машинаның жүрісі жақсы екен. И дауыс жағынан, характеристикасы жағынан дегендей. Так, бізде алғашқы машина бұл что за не машина? Что непонятно. Макларен ғой мынау. Қойш, Макларен ба? Маклареннің бір супер редкий тұр. Макларен обычно кішкентай болып жүрді, но Маклареннен дәу сияқты ғой. Короче, бүйтейік. Мынау Макларен мен анау шетіндегі көкті жарыстырайық, давай осыны. Ой, кет көрейік. Сен осыған атасың? Мен Макларен мен көрейік достар. Қызыл Макларен ба немесе көк көмбек? В общем, Гимера ма? Джеска. Что там? Шығып аламыз аняқа? Шығалай ке алдыға қарай. Так, скорысын көретін боламыз. 200-ге смело алып тұр, бірақ 300-ге алмады әлі. Ал, Астер Про, давай, кеттік ал. 1, 2, 3. Оп. Сенікі мықты сияқты ғой. Сен пинговать етіп отыр. Сол ғой. Арқа лақ жүрген өкіз. Сенікі мықты сияқты. Дауысы достар, бірақ мощный. Мен 500-ге жетпедім әлі. 520. Қош. 520, 30. Все, стоп. 550-ге бармайды емес пе, наоборот? 550-ге жете алмай 540 максимум. 540 максимум. Короче, достар, жалпы мынау машина жақсы екен. Нормально, кәдімгі спорткарлар сияқты. Бірақ айда көресің мүмкін? Скорость жағынан қалып қойды. Енді мынау енді мош екен реально. Бірақ мынаның көтенін бір как будто Lamborghini айрып алады сияқты. Қазір көреміз оны. Көрейік. Мынаның дауысы жоқ екен особо, мынаның дауысы. Мынаның дауысы бір как будто электрокар сияқты бір не андай. Не дейді, гибрид па? Сондай сияқты как будто ше. Обычный машина сияқты ғой. Вообще дауысы жоқ достар. На эмоция бермейді. Мынаның дауысы жесткий екен, да? Ананың дауысы жесткий, анау кәдімгідей эмоция береді да. Еще управлениесі приятный лау екен. Управлениесі наоборот маған қиындау болды, по идее ше. Мынанікі жоқ, өзімдікі жақсы екен. Мынанікі нашарлау екен, Сен дауыстан бар ғой, кәдімгідей андай әдемі звук пенеттің ше. Вообще кәдімгідей. Әдемі естесің, вообще звук жоқ екен білген. Вообще жоқ па? Выхлоп анау ондай жоқ па? Жаңағыдай попкорн сияқты дым жоқ па? Так, біздер келдік. Келесі көліктер қайсысын көрсек болады екен? Менің ойымша Land Cruiser мен Jeep Cherokee жарыстырған дұрыс сияқты ма деп қоям. Достар, кімде бар мынандай Land Cruiser? Кімнің папасында бар? Land Cruiser 100. Комментария жазып кетіңдер. Короче, мінекей бізде осындай. Кеттік мен.
Land Cruiser'ге мінейін, сен Jeep Cherokee мін. Бізде салоны как обычный, өмірдегіндей. Давайте кімнің атасында бар, кімнің папасында бар жазып кетіңдер. И лайктарды басуды ұмытпаңдар. Осы Land Cruiser'ге. Қазақтар көп айдайды осындай машинаны. Jeep Cherokee айдамайды иә көбінесе қазақтар. Так, что-то скорості бойынша анау жүрмейді сияқты менікі. Менікі чисто андай бір охотаға, бір рыбалкаға, сондайға сияқты. Жарысқа емес. Багажнигі қанша килограмм екен? Ящик тасуға ыңғайлы сияқты негізі. Болады сияқты, иә. Давай, 1, 2, 3. Оп. Сенікі алады, сенікі алады. Сенікі жақсырақ. Менікі чисто не болып тұр ғой? Охота, похота дейтін нәрсе болып тұр ғой. Алдында негізі Прадоны да қосайды, бірақ Прадо ол кезде кішкене жүретін еді ғой. Прадо кішкене қатты жүреді, иә. Анау ше жүрмейді сияқты сенікі. Мынау жүрмейді, сәл жүрмейді екен. Все, артқа осы жерден қайта салайық. Короче, достар, особо ұнамады маған. Особо ұнамады. Как будто бір 92-ші бензинмен жүрген сияқты болдық па, бір сондай бір бөлек отыр. Тартпай жатыр что-то бар ғой машина. Так, джиптің ішін қараңдар, достар, бізді кәдімгідей биік болып тұр. Ойбай, анау, кәдімгі гелик айдағанда айдайды екенсің аны, иә? Салоны тоже әбәдем болып тұр. Внедорожниктардың арасындағы нормальный машина деп айтсақ болады. Пойди, внедорожниктардың арасында ең қатты жүретін қайсысы? Астар білмейсің ба? Внедорожниктардан ба? Иә. Честно білмейді екенмін. Не бар ғой анау? Зикр дейтіндер ше? Иә. Ол внедорожник емес қой. Лисянг бар. Внедорожник Лисянг жатам өзі? Жатады шығар. Короче, достар, бізде 4 машина ғана қалды. Так, қайсысын көреміз астар жалпы? Lamborghini мен может мынаны жарыстырамыз жасылды. Қалай ойлайсың? Мынаны көргім келіп тұр мен деген, мына қызық сияқты. Кабриолет ма? Иә, ол да маған ұнап тұр, достар, қараңыздаршы. Әдемі ғой, прям нағыз жазда айдайтын машиналардың бірі ғой. По идее. Мына мен қайсысын көреміз? Жасылды ма? Көкті көрейік. Lamborghini ма? Давай, онда сен. Lamborghini отыра бер. Қайтар кезде айдап кетесің ғой, короче. Мен басым лысый болып қалды мына машинаға отырғаннан. Иә. Салон дейтін мощь болып тұр ғой, достар. Так, короче, кеттік ал, көреміз. Дауысын қараңдар. Дауысы мощь екен, бірақ, достар. Дауысы мощь екен. Ал, скоростын көрейік. Разгоны бізде 200-ге смело алып тұр, бірақ 300-ге қиналып жатыр чуть-чуть. Сенкі айырып алады сияқты ғой, сен әдей жай жүрген сияқтысың ғой, иә? Пока газды басып бадым, что? Давай, фора берсей маған 2 машина. 1, 2, 3. Кеттік ал. Ойбо, Lamborghini вообще чух етпейді ғой, достар. Бірақ мынау енді комфорт екен, реально. Қатты жүрмесе де андай комфортный вождение, да? Әдемі, спокойно дейсің. Уровеньда береді ғой, мен ойласам қатты жүреді жүрді. Мынаның кайфпен айдейсің да, просто ше. Удовольствием айдейсің. Так, по идее, скорості нормально, өзіне болады, но 380-ге дейін барды, максимальный скорості. Так, артқа қайтамыз. Так, короче, 492-ден асыра алмадым. 400-ге барады, но негізі кішкене сәл зорласаң ше. Ал Lamborghini кетеді, Lamborghini жай жүре ма не анадан? Манағылардан ба? Иә. Білен көру керек соның көз. Lamborghini қалып қойса что-то позор болып тұр ғой. Мына Lamborghini қатты жүріп қой, по идее. Көрейік ал скоростын. Спойлер ашылады екен артында. Әдемі. Мен басқа жолмен кетіп қалдым. Мен де. Артынан кетсін ба? Иә. 400. Ну, короче, 500-ге жетпейді екен, иә? Мынаның артында выхлопы бар екен ғой, не қарсың? Естідің ба? Иә. Мадан бері арқаттан келдің ғой. Что там, достар, жалпы қай машиналар ұнап жатыр сіздерге? Давайте комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. И егер де бізден бірге Радмирдің 3-ші серверіне ойналарың келсе, міндетті түрде описаниядан ойында жазып алыңдар. Біздер Радмирдің 1-ші, 3-ші серверінде ойнаймыз. Промокоды деген жерге кіресіздер. Ол жерге ағылшынша Рома дейсіздерді активировать дегенді басасыздар. Промокодты активировать етуді ұмытпаңыздар. Промокод сіздерге ақшалай бонустар береді, сонымен қатар VIP статус береді. Так что міндетті түрде теруді ұмытпаңыздар. Ал біздер гелик өретін боламыз. Мына гелик енді мощь сияқты что-то бар ғой. Дауысын өзі ұнап тұрмаған. Ема. Әдемі ғана, Надо нормально. Әдемі. Дерзкий. Сенде спойлерін ашылып тұр ғой. Да, кетіп, на месте зарастып кетейік жүр. Давай. Кеттім. Так, менікі жай жүрді. Примерно анау сары кабриолетпен тең жүріп тұр менікі ше? Или одан жай жүріп тұр менікі? Менікі
примерно. Менікі бар ғой, қатты поворот жасасам аударып кететін сияқтымын что-то. Ана машина мындай теңселіп кетір. Байқатсыңдар ма достар? Макларен сияқты жүреді екен. Макларен сияқты? Иә. Прям мықты емес. Мынау ұнап тұр маған. Бірақ Титанкасын ауыстыру керек сияқты достар, қараңдаршы, что-то. Титанкасы не очень болып тұр, еще зимний баллон тұр ма бір. Внедорожниктің дөңгелегі. Иә. Жалпы геликті алып алуға болады достар. Боевой пропускын скоро ұтып алсақ, дерзкий болайын деп тұр, по идее. Пока гелик ұнап тұр ма негізі. Мынаның тоже дауысы особо шықпайды екен бір, как будто бір Макларен сияқты мынау да. Кішкентай. Мынау гелик негізі скорость бойынша обычныймен бірдей сияқты бар ғой. Дөңгелектері 4x4 емес ше. Обычный гелик бар, оны ойдан. Иә. Сонымен бірдей қатты жүре ма деп ойлаймын. Так, мынау по идее нормально, компактный екен. Бірақ мен өзіме геликті алар едім, жаңағы кабриолетті алар едім. Бізде обзорлар бітті, бүкіл машинаға жалпы жазып кетіңдер комментарияға, қай машина ұнады, қай машина көңілдерінен шықты. И біздер қазір Алаш мафияның базасына бара жатырмыз. Астыр айтады, сояқтағы геликтермен мына новыйдан шыққан Брабус геликті салыстырып көрейік дейді, скоростарын, там түрлерін. Анау 4x4 гелик бар еді ғой, білесің бұрыннан бар еді ғой? Иә. Бірақ ол дәуірге, ол дәуе. Сол көру керек мынау негізі. Ол кішкене дәу болады, оның дөңгелегі дәу. Мынаның дөңгелегі обычный гелик сияқты кішкентай. Менде үй жақта сол Гелендвагендер тұр, солармен көрейік. Там Роман, дайынсың ба? Дайынбыз ғой. Қазір өлім автопаркты көрсетемін мен саған. Ой, автопаркым страшный болып отыр ма? Страшный ғой. Минка алды көтеріліп отыр каждый не сайын. Сен мафияның үйіне кетіп жатсың, жүрсен мен үйіме жүрсен, яқта мен жеке автопаркым тұр да. Қойш. Иә. Сәля келесің да. Бұлайнан қарайсың ғой, короче. О, май, чисто өзінің машиналарың ба? Иә. Базар жоқ. Достар, естерінде болса, менде үшінші осы Радмир северінде машиналар көп болған болатын. Білесіздер, оның барлығы мен казиноға барып шайып тастадым. Одан кейін менде бизнес болды, үй болды, барлығы ұшып кетті. Короче, мен осы жақын арада Дубайға кеткен болатынмын. Сол кезде вообще ұмытып кеткен ғой төлеуді ше. Сол кезде бәрі ұшып кетті ғой. Неге бәрі қап-қара кішкене разноцветный қылдырып қоймайсың ба? Цветтерін. Геликтер болған сөйткен. Мынаны сайт. Номерлерін қараңдар. Ойбой, 666, 777. Бай дейді. Ойбай, люкс. Ойбай, жетерін істеп тұр. Жүдейм ғой, брат. Дрифтовать етеміз. Мынаны дрифтке алып алдым ба? Базар жоқ, достар, әдемі. Шаншау екен, ғана новый геликтер. Анау старый 4x4 дәу екен. Кәдімгідей дәу екен. Сол, слишком дәу екен. Мынау 4x4 емес қой, анау обычный геликпен бірдей болып тұр ғой. Алып шықшы, Мейнсриді алып шықшы. Короче, достар, Брабус пен Мейнсриді жарыстыратын боламыз қазір. Жалпы түрлерінен көрейік, қайсысы әдемі көрінеді екен. Менікі дәу болып тұр, или сен түсіріп тастағансың ба төмен? Да. Сен төмен түсіріп тастадың ау, по идее. Менде түсірсем сенікіндей болады. Түсіріп көрейін ба менде? Так, давайте машинаны біздер түсіріп көретін боламыз. Ойбай, ана көтеріп кетті одан сайын. Так, хоп. Көтерілсе вообще ғой. Жоқ, сонда да дәу болып тұр, Сонда да дәу болып тұр. Ал, көрейік ал достар, Мейнстри мен Брабусы жарыстырып, менің ойымша Мейнстри алып қояды сияқты ма деп қоямын ше. Кетіп трассаға. Бірақ дауысы жақтан қайсының дауысы жақсы? Сенде дауысы бар ма өзі? Пайде бірдей сияқты. Иә. Ал, кеттік ал. Дайынсың ба астыр? Мейнстри, Брабус. 1, 2, 3. Басталды. Айттым ғой, Мейнстри қатты жүреді деп. Енді менікі сәл ауырлау еще дәу болған соң ба? Мен түсінбедім не үшін. Астыртқа қатты жүріп тұрғанын. Короче... Менде еще бұл на конца тюнинный емес, ішкі жағы ше. Сыртын әдемілеп қоя салған ғой. Астыртқы скорость жағынан мықты болса, түр жағынан по идее менікі әдемірек сияқты ше. Нарды Грей әдем болып тұр ғой. Комментария жазып кетіңдер достар, қай гелик әдемі. Ал кеттік, ал біздер қазір ош! Ёптігідік. Қой достар, түсірейік мұнаны. Төменге қарай түсірейік, айтпесе аударылып кетіп жатыр повороттан ше. Так, таумен көтерейік та жүр. Былай шығайық та, былай кеттік. Короче, Алаш мафияның базасына тау арқылы бара жатырмыз достар. Мана әдемі шығады ғой тауға. Тартыс жақсы ғой.
негізі өзі әдемі нормально болып тұр. сезініп тауда. Әдемі келатыр. Екі келікпен таудың басынан ше. Так, сенің респан анаяқта ғой, сол жақта. Көрін. Так, мына жерден біздер оңға бұрыламыз. Жолмен жүру деген атымен жоқ бізде. Чиста таумен ғой, таумен. Бұлай вартадан секіріп мінеміз ғой. Базар жоқ. Дерскі мініп өткенсің ғой. Що там? Тұрып қалдың ба сен? Мініп өтсің ба? Жақтан келе Сен секірмей, көтенді қысып міндің ба? Так, короче, жиги мінекей Алаш мафияның бізде жаңа базасы. Біраз болды уже, бір апта болды, бір айдан асып кетті уже, екінші айдың ақшасын төлеп қойдым бұл база үшін. базар жоқ. Аренда қалып отырмын ғой. Әдемі. Үйдің іші қалай отыр жалпы? Склад, мынау дейтін. Так, үйдің іші. Менікінде екен ғой, үйдің іші. Так, біздер хранилищаға кіретін боламыз. Астыр мафияның автопаркін көрсетем дейді ғой. Мына жақта енді барлық мешіт емес. Көрініп тұр. Бір арасына бір 4-5 жоқ сияқты ғой, Иә. Так, мына неше шығады полный сатсан? Бюджет неше шығады? Полный. Білмеймін ал. Если прям игроктарға өз бағасын мен көріп тұрмше, мына сол жақтағы аудиолардың бәрі примерно бір 5-6 миллионнан болатын алар. Жыбы, MP4 аналар. Жо, бұлар бар ғой, қазір сен мынаны қара, дауысын естіп көр. Бұл ауди RS7-ларға, короче, не шығарды? Обновление ма? Обнова шығарды, И, короче, бұлар қазір дауысы мықты, управлениесі мықты, скорості мықты. Қазір бұлар чёткий ғой, короче. Бұларды қазір FTD-ті 12-13 миллионнан сатады біреу. Біз салоннан 9 миллионнан алдық та өзіміз тюнинговать етіп алдық. Жарайды, бір 10 миллион дейікші, өлдім дегенде. Примерно наяқтан. Қара, сенде бір сервердегі машина ғой. Наяқтың өзінен бір 100 миллиондай шығып тұр пайдеші негізінде. Ал мына Мэнсери, Rolls-Royce, Порштарды қосатын болсақ, бір 250 миллиондай жатқан сияқты ше, 200-250 миллион достар. Ал Астердің машинасын мен санасақ, бір 350 миллиондай болып тұр ғой. Анау бірінші сервердегі сен машинаң ғой? Дауысы андай ше. Менде мынау Феррари болды ғой еще. Бұны Кадикке сілтеп тастадым ғой мен бәрін. Ал достар, осымен біздер видеоны аяқтайтын боламыз. Сіздерге от души көп рахмет. Видеоның соңына дейін қарағандарына міндетті түрде лайктарды басуды ұмытпаңдар. Каналға тіркеліңдер, подписаться кнопкасын басып. В общем, Астер қалай жалпы саған бүгінгі обновление? Жалпы жақсы, но машиналарды бұдан да тез жүреді ма деп ойлап едім негізі. Но машиналар жалпы слабыйлау екен. Нормально пойдет, по идее. Қатты жүргенде де оның кайфы кетіп қалады ғой, по идее. Қатты жүргенде дұрыс емес деп қоямын өз басым. В общем, келесі көрсетеміз. Жиги. Амандықта жүзгенше, давайте.